Құрметті менің оқырмандарым, қайырлы кеш. Мен жақында ғана Гүлсім деген менің подписчиктерімнің бірі, өзі ақын, батыр қыз. Өйткені Гүлсімнің жалпы өмір жолындағы болған біраз қиындықтары туралы біз алдағы уақытта да жазамыз. Ол бір соны жария ету, баршаға жар салу мақсатында емес, көп адамға сабақ болса екен деген мақсатта. Мысалы, осыдан бірнеше уақыт бұрын, бір жыл емес, тіпті 2 жыл бұрын, дәл қазіргідей баспана ойнатамын, оқырмандарыма пәтер сыйлаймын деген ой болды ма мысалы сізде? Ой, айтпаңыз Елена ханым, ол кезде біз өзіміз халықтан ақша жинап жүрген кезде, халыққа ақша береміз деген ой ол кезде болған жоқ. Енді бәрі Алланың қалауы ғой, біздің жаңағы ниетімізге байланысты шығар. Енді халықтың арқасында адам болып келгеннен кейін, қайта өмірге келгеннен кейін, біз өзіміз жолдасымыз екеуміз ниет қылып қойдық. Осыдан Құдай қаласа, енді біз халықтың арқасында, елдің арқасында қайта өмірге келдік. Осыдан кейін шамамыз келгенше, жаңағы ақтық дейміз таусылғанша біз халыққа қызмет етеміз деген ниет болды. Сол ниетпен бастадық. Аллаға шүкір, қазір енді өзімнің соңғы шыққан 4-ші кітабым сатылымда. Осы жерде айтып кетейін. Гүлсімнің өмір иірімдері деген жаңадан кітабы шықты. Ол кітапты сатып алу үшін тек қана ол кітапты сатып алып қана қоймай, қосымша ұтыс ойынына қатысып, ол жерден пәтерлі болу мүмкіндігін аласыз, және iPhone ұтып алуға тағы қандай ұтыстар бар, және пәтер туралы айтып кетіңізші, қай жерде орналасқан? Бізде бұл жерде қазір тігіп отырған ұтыстарымыздың ең үлкені Алматы қаласында 2 бөлмелі пәтер, ол ЖК Әлем Ситида. 2 жолдама, 2 iPhone, 20 Samsung-терін тігіп жатырмыз. Менің кітабымда алған оқырмандардың арасынан осы ұтыс ойындарды ұйымдастырып жатырмыз. Бұйыртқан адам шығармашылық кештің соңында ойнатады, халықтың көз алдында бұйыртқан адам алады деп отырмыз. Ойлаңыздаршы, аяқ асты баспаналы болу мүмкіндігі сыйланады. Тек қана кітап алып, білім көкжиегіңізді кеңейтіп қана қоймай, және баспаналы боласыз. Ол пәтердің қазіргі нарықтағы құны қанша? 30 миллион. Онда бір оқырман кітап қана сатып алып қоймай, жаңағыдай дап-дайын үйге барып топ ете түсесіздер. Әсіресе менің оқырмандарымның ішінде, менің достарымның арасында осы мүмкіндікке ие болып жатса, мені себепші болдыңыз деп белгілеп қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Яғни, баспаналы болу үшін оқырмандарға не істеу керек? Кітап алып, бақтарыңызды сынап көріңіздер. Кітап саны шектеулі. Елена ханымның оқырмандары, сәттілік тілеймін баршаңызға.